Біздерде кезекті жөндеуге мынандай ВАЗ-20 бар 14 автокөлігінің генераторы. Генератордың подшипнигін ауыстырған. Екі подшипнигін ойын салған. Машина салғанда жасамай алған. Маған алып келіп тексертті стендке. Жасамайды деп тексеріп беріп жібердім. Апарып машина салған екен. Бәрі жасамаған, ротормен обмоткасы ыссы болып кетті, қызып кетті. Себебі плюс пен минус арасында бір не болған, замыкание болған ғой. Бір себеп мынау, мүмкін мына сырт изоляциясы болған жоқ, мына плюс, мына корпус минус соған тиіп қалған болуы мүмкін. Екінші себеп, мынаның арасында мына жерде до конца шығып тұрады, мына 4-3 канавкаға кіреді. Сол арасы жоқ. Сол тиіп қалған болуы мүмкін. Изолентті орап мына жеріне жинап қойып тұрмын. Мынаның сыртын изолировать етіп қойып тұрмын. Мәселе шешіліп тұр. Релесін бәрін тексеріп қойып тұрмын. Диодный мосын тексеріп қойып тұрмын. Обмоткасы, роторы бәрі жақсы. Енді мына жерде механический жағынан мынаның корпусы бос, обойма, подшипник ұстамайды. Арасына қаңылтыр орап салып жіберетін боламын. Сосын мына артқы подшипник мына сухарикпен бірге шықты. Ол валда қалып қою керек мында. Мынаның арасы да бос болған ғой, каким-то образом. Полный тазалау керек, массаның бәрін ашу керек. Себебі мына жерлердің бәрі лас болды. Мына жерлер бәрі лас болды, ол масса алатын жерлер. Мына контактілер лас болды, мына жерлері. Мына контактілер лас. Тазалап, сосын жинайтын болам қазір. Подшипниктің мына корпус пен екеудің арасына қаңылтыр қыстырып, алюминий плотно отырғызып қойдым, мынаны. Әдейі отырды кәдімгі, сығылып барып. Сосын артқы подшипникті отырғызып қойдым, до конца тірелгенше мынаны. Әдейі отырды болды. Қалған мына массасын бәрін тазалап қойдым. Контакт алатын жерлерін, мына жермен масса алады, ол мынаның ішімен масса алады. Мына төртеумен масса алады, мына релейге масса береді мына жерден. Сосын мынаның арасына контактілер алады мынау. Мына жағына плюс алады. Плюсты алып, мына диодный мосты мына жағына береді ғой. Мына жалтырап тұр. Плюс. Мына жағы минус. Мына төртеуі жалтырап тұрған. Мынаған кездеседі ғой. Мына релейдің де мына штекерімен плюс алады да возбуждение, мынамен минус алады. Полный жалтыратып қойып тұрмын. Генераторды қазір жинап, стендке қосып тексеріп көретін боламын. Генераторды толығымен тазалап, манаға изолировать ететін жерлердің бәрін изолировать етіп, мына іште шыққан провод, астында плюсовой болт, основной мынау әкеліп стендке қосып қойдым. Аккумулятордың состояниесі, щитоктан жанатын аккумулятордың светі плюс возбуждение. Генератор қосылған кезде щитоктағы свет сүйену керек. Кәпеспен қосып көреміз. Генератор стабильно 14-те 3 зарядка беріп тұр. Машинаға барғанда ол 14 болады, 13-те 9, нагрузкада 13-те 8. Щитоктағы свет генератор қосылған кезде сөніп, генератор сөнген кезде қайтадан жанып тұр. Генератор өте жақсы жұмыс жасап тұр.